Ассаламу алейкум. Сиыр етінен картобы көп қуырдақ дайындаймыз. Табаға май құйып, етімізді қуырамыз. Бетін жауып, суы тартылғанша ұстаймыз. Тағы да су құямыз. 1,5-2 сағатта етімізді баяу отта пісіріп аламыз. Пиязымыз салып, арасын ашып, ары-бері араластырып қуырамыз. Бетін жауып 5 минут бұқтырамыз, араластырамыз. Тағы да 5 минут бұқтырамыз. Тұз себеміз. Араластырамыз, картоп қосамыз. Тағы да тұз себеміз. Аштығып жібермеңіздер. Араластырамыз. Су құямыз, бетін жауып 20 минуттан кейін араластырамыз. Бетін жауып толықтай баяу отта пісіреміз. Қуырдағымыз дайын, үстіне пияз, көк пияз себеміз. Дастарханымызға ұсынамыз. Өте дәмді ас болсын.